Бұл сабақта біз геометрияға арналған бір есепті талдайтын боламыз. Тест кітапшасынан алынған. Сонымен берілген оқиын мұқият тыңдап отырыңыздар. Периметрі 36 болып келетін дұрыс 6 бұрышқа шеңбер сырттай сызылған. Осы шеңберге іштей сызылған квадраттың периметрін табыңыз дейді. Мына жерде қарайық. Шеңбер тұр және ішіне дұрыс 6 бұрыш көрсетілген. Жалпы шеңбер өзі 360 градусты құраса, оны теңдей 6 бұрыш, яғни дұрыс 6 бұрыш деген сөз барлық бұрыштар тең деген сөз, қабырғалар теңдей 6 бұрышқа бөлсек, онда не болады? Мына бір бұрыштың барлығы толығымен 360 градусты құрау керек. Ал 360 градус дәл осылай біз 6 бөлікке бөлсек, 6 бұрыш қояды, диагоналдарын қоссақ 6 бөлікке бөлінеді. Әрбір бұрышы 60 градусты құрайтын болып шығады. Енді қарайық, мынау центрі болғаннан кейін мына сыртында шеңбер тұр. Мына қабырғада не болады? Және мына қабырғада бізде екеуі де шеңбердің радиусы болады. Яғни екі тең берілу болады деген сөз. Тең берілу болса, мына қалған екі бұрышты табу үшін 60-тан, яғни 180-нен мына бұрышты азайтып 2-ке бөлеміз. 60 азайтсақ 120. 120-ны мына екеуіне теңдей қылып бөлсек, онда мына екеуде неше болады? Бұл екеуде теңдей 60 градустан шығады екен. Яғни мына тең берілу бұрыш, яғни мына радиусымен, шеңбердің радиусымен мына қабырғасы, мына 6 бұрыштың қабырғасы бірдей деген сөз. 6 бұрыштың периметрі 36 градусқа тең болса, оның бір қабырғасының ұзындығы қанша болады? 36-ны 6-ға бөлеміз. 6 қабырғасы бар ғой, 6 сантиметр болады. Яғни бір қабырғасы 6 сантиметр болса, онда шеңбердің де радиусы 6 сантиметр. Радиус тең болады 6 сантиметр. Енді бізге шеңбердің несін тауып болғаннан кейін, яғни радиусын тауып болғаннан кейін, келесі бір бізде сұрақты нәрсені табамыз. Осы шеңберге іштей сызылған квадраттың периметрін табыңыз дейді. Енді шеңбер салып көрейік шамамен осындай. Енді осының ішіне квадрат салсақ, квадрат шамамен осы тұстас келеді. Енді мынау радиус деген, мысалы мына нүктеден бастап, мына жерге дейін радиус деп есептейік. Мұнда тағы да радиус бар. Енді қарайық, радиусы 6-ға тең, мынау да 6-ға тең. Мынау 90 градус болса, мына не қанша болады? Жалпы гипотенуза, яғни бұл жерде гипотенуза не болады? Квадраттың қабырғасы болады. Мынау 6 болса, мынау 6 түбір астында 2 болады. Квадраттың қабырғасы 6 түбір астында 2, бізде сұрайды квадраттың периметрі дейді. Квадраттың периметрі деген сөз, яғни бір қабырғасын 4-ке көбейтеміз деген сөз. 4 көбейту 6 түбір астында 2 тең болады. 4-ке 6-ны көбейтсек 24 түбір астында 2 болады. 24 түбір астында 2 деген сөз бізде мына Д нұсқасында тұр. Менде так менің түсіммен көрінбей қалды. Сіздер көріп тұрған шығарсыздар, мына Д нұсқасында тұр. Яғни бір есептің шешімін таптық. Сіздер енді плюс 1 балл ала алатын мүмкіндікке ие боласыздар. Сонымен сау болыңыздар.